Қазақ халқы жесірін қаңғытып, жетімін жылатпаған. Алайда қаншама миллион адам болса, соншама мінез бар. Адам деген атына қиянат жасап, төрт аяқты мақұлықтан бетер жауыздыққа барып жатқан адамдар қанша. Міне сондай жауыздың біріне тап болған кейіпкеріміздің бірі Айнұр. Айнұр отбасының жалғыз қызы болып, 5 бауырының арасында өскендіктен ер мінезді болып кеткен. Сөзі мен ісіне қарап нақ еркек дерсіз. Ердің, әйелдің ісі деп бөліп жармай, кез келген істі білек сыбана дөңгелетіп алып кетеді. Ер мінезді болса да, әйелге тән нәзіктігі де жоқ емес. Кез келген іске сабырмен қарап, ақ-қара жібін ажырата біледі. Әділетсіз өмір әбігерге салып, жолдасынан айырылып, жесір болып жүргеніне қарамай, қос қанаты, үміті, бары мен нары, Айжан мен Маржанды ешкімнен кем етпей бағып қағып келеді. Жолдасының туыстары мен қарым-қатынасын үзген емес. Күні-түні тыным таппай, жұмыс істеп жүріп, бәрінің де қуанышы мен қайғысына ортақтасып, жандарынан табылып келеді. Менмін деп көкірек қағып, даңдайсыған еркектерді орнына қалай түсіру керектігін де жақсы біледі. Ер адамға қол мен аяқ көтеру, дауыс көтере сөйлеу қазақ әйелдеріне жат қылық екенін бәріміз де білеміз. Алайда қазіргі таңда ол ұстанымдар мен өмір сүрсең көрінгеннің жемтігіне айналып, бас көтере алмай, өмірден өтіп кетерің де хақ. Солай емес пе? Өз күнін өзгеге қаратпай жүргенімен қоймай, айналасындағы әйелдердің ақылшысы, сырласы, жанашыры болған Айнұрды ауыл тұрғындары өзгеше сыйлайды. Осы қайсар мінезді ханымның қадалған жерінен қана алмай қоймайтын мінезінің арқасында ауылға әкім шақ келмейді. Көтерілсе, үні мемлекет басшысына дейін жетпей қоймайды. Аузы дуалы ма, әлде бір ерекше қасиеті бар ма, айтқан сөзінің бәрі орындалып жатады. Өзі жұмыста кезде қос қызын көршісі Балнұрға тастап кетіп жүргендіктен, өз сіңлісін де ет жақын болып кеткен. Бірақ бір алаңдайтыны Балнұрдың жолдасы ер азамат атынан садаға кеткір, алпамыс маскүнем біреу. Өз балалары мен әйелін аямаған алқаш Айнұрдың қыздарын аясын ба? Бірақ қолдан келер қайран жоқ. Басқа көршілері бірі қарт кісілер болса, енді бірі өз бала шағасын игере алмай жүрген жас отбасы. Маскүнемдігі соншама әйелін түннің жарымында мойнына пышақ тақап қорқытып, араққа жұмсайды. Арақ алып келмесе далада қонады. Онымен қоймай өзінің қанынан жаратылған балалары мен әйелін бопсалайтыны тағы бар. Бір-екі рет Айнұр тепкілеп алып еді, Балнұр Айжан мен Маржан үшін алаңдап, оларды өз қарауына алып қалғысы келмеді. Ауыл ақсақалдары жиналып сабырға шақырды. Өз бауырлары ұрып та көрді, бірақ жөнге келер еркек жоқ. Балнұр мен балалары сол маскүнемге арақ алып беріп, өздері көгерген нан жеген кездері де болған. Ондай кезде қол ұшын созатын жалғыз жан ол Айнұр. Балаларын киіммен қамтамасыз етіп, азық түлігін әкеліп тұрады. Айнұр көмектесіп отырған бұл жалғыз отбасы емес. Тек қана осы шақпен өмір сүреді. Болашаққа болжам жасап, бос қиялға еру оған тән қасиет емес. Қолында бар болса, жағдайы төмен, балалары аш жалаңаш отбасылардан ештеңені аяған емес. Ауыр жұмыстан шаршап, денесін бір жүк басып қалғандай, таңертең төсектен бас көтере алмай жатқанда, Балнұрдың кенже ұлы Мақсаттың шырылдаған дауысын естіп, орнынан ұшып тұрды. Айнұр апа, қайдасыз? Мақсатжан, не болып қалды? Неге жылап тұрсын? Апа, анашым тек сізді ғана тыңдайды ғой. Оған айтыңызшы, төбеде жіпке байланып тұр. Біз қанша жалынсақ та түсер емес. Айнұр не болғанын бірден түсінді.
Қыздары анасының көз қарасынан бірден не айтқысы келгенін түсініп, мақсатты алдап, ойнатып үйлерінде алып қалды. Апыл-ғұпыл үстіне халатын іліп, Балнұрға қарай жүгірді. Дереу орындыққа шығып, дәу пышақ пен арқанды кесіп жібергенде, Балнұрдың көгеріп, мұздап қалған өлі денесі жерге сылқ ете түсті. Байғұс әйелдің көзі ашық қалып қойыпты. Көз жанарынан күйеуіне деген өкпе реніш, ашу ызаны бірден байқалады. Алақаны мен Балнұрдың бетін сипап өтті. Үш қызы шырылдап, жылап жатыр. Екі көзі қанталап, ашудан жарылардай болып, Алпамысты Барадау деген жердің бәрінен іздеді. Маскүнем күйеу сымақ үшті күйлі жоқ. Тап бір жер жұтып кеткендей. Ақыры таппай Балнұрдың жаназасының қамына кірісті. Бір көше тұрғындары жабыла жұмылып, бірі бауырсағын, бірі тәттілерін, бірі нанын пісіріп алып келіп жатыр. Әр адам қолда барын алып келуде. Малы көп бір тұрғын қошқарын құрбандыққа шалып, еттің бәрі дәу қазанда қайнап жатып, Айнұр қамыр жайып тұрғанда Алпамыс аяғында тұра алмай, қисалаңдап, удай мас болып кіріп келді. Айнұр жайып жатқан қамырын тастай сала, Алпамысқа қарай бет алды. Оңбаған алқаш, қолыма түстің-ау ақыры. Мұнда не болып жатыр? Неменеге бәрің жиналып алғансыңдар? Қарғыс атсын сені. Мына сенің кесіріңнен өзін-өзі өлімге қиған Балнұрдың жаназасына жиналып отырмыз. Оңбаған, енді мына 4 баланы кім асырайды? Жексұрын неме? Айнұр айқайлап, қолындағы оқтаумен Алпамысты төбелей бастады. Аямай соғып жатыр, оқтау 4 бөлінгенше сабады. Сол жердегілердің ешбірінің Айнұрды тоқтатуға шамасы жетпеді. Қарсы шығып алдына түскен еркек сымақтарды да аяған жоқ. Бүкіл жері көгеріп, қаннан түрі көрінбей қалды. Әйелді қорлап, баланы туғызып алып, оларды асыраудың орнына сол балалардың несібесін аузынан жырып алып, араққа айырбастаған мына сен өлуің керек еді. Өле қал. Еркек болып туылсаң, сол атыңа сай әрекет етпейсің бе? Оңбаған жексұрын болғанша. Сендейлерге қара жерді басқызып қор еткенше, таспен ұрып өлтірсе обалы жоқ. Бұл көрініс сол жерге жиналған біраз еркек атаулыға жақсы сабақ болары сөзсіз. Айнұрдың айтпаған сөзі қалмады. Прес жіппен түгел денесін байлап, бір қап ұнды көтергенде иығына салды да, апарып ескі қоймаға қамап тастады. Әй еркектер, тыңдаңдар. Әйелдерді әлсіз деп ойламаңдар. Әйел ашуланса, күллі әлемді қирата алады. Әйелді өзіңе жар етіп алдың ба? Сыйла. Баланы туғыздың ба? Асыра. Шамаң жетпейді ме? Онда бір жеріңді кесіп таста. Әйелдерге де айтарым бар. Біреудің үйін тазаласам, жұрттан ұят. Көше сыпырсам ұят. Кетпен ұстап, шабық шапсам, күнге күйемін. Мал асырасам, боққа батып сасимын. Анау-мұнау деп ұялмайтын жерде ұялып қалмай, ешектің артын жусаң да адал еңбек етте, ұл мен қызыңды асыра. Ата-ана болғандықтан ең бірінші перзенттерін ойлауға тиіссіңдер. Баланы туған соң бар жауапкершілік сендердің мойындарыңда. Өлсеңдер де бұл жауапкершіліктен құтыла алмайсыңдар. Бұл ауылда еркектеп зардап шеккен әйелдердің соңғысы Балнұр болсын. Кімде-кім әйелін не перзентін жәбірлесе, жазасын Алла өзі ақ береді. Жесір мен жетімнің көз жасы ешкімді де жібермейді. Жесірдің қарғысы жаман болмақ. Қарғыс алмай алғыс алып, бір-біріңді сыйлап өтіңдер. Бір сәт бәрі үнсіз қалды. Үнсіз үзілістен соң бәрі қайта шаруасына кірісті. Жаназасы шығарылып, күйеуінің күйігіне төзе алмай, перзенттерінің барына қарамай, өзін өлімге итермелеген Балнұр жер қойнына тапсырылды. Жаназа шығарып болған соң бәрі үй-үйіне тарқады.
Айнұр қайсарлығынан таймай, Алпамысты бір күн бойы бір ұртамда суда бермей қамап отырды. 4 баласын Балнұрдың жалғыз сіңлісі үйіне алып кетті. Ал бір күннен соң Алпамысты өлтіріп алудан қорқып босатып жіберді. Адам баласы болған соң біреудің өлімін мойнына арқалаудан қорқуы орынды әрине. Бірақ таяқтың күшінен бе, әлде әйелінің қазасы жанына батқаннан ба, сол күннен кейін ол Алпамыс арақ атаулыдан бас тартты. Әрине оңайға соқпасы анық. Организмі арақты талап еткенде, мақұлықтай ақырған даусынан көшеде ойнап жүрген балалар жан-жаққа қаша жөнелетін. Өзін өзі ұрып, сабалап тастайтыны тағы бар. Сонда да берілмей соңына дейін күресіп, есін жинап, маскүнем деген атақтан арылды. Балаларын қайтарып алмақ болып, талай барып жалғыз қайтып оралды. Бұл мәселе де Айнұрдың көмегімен шешімін тауып, әке мен балалары бір-бірімен қауышты. Бәрі реттелді. Айнұр әр күн сайын хабар алып, жағдайларын бақылап жүрді. Айнұр күндізгі уақытта банка жауатын зауытта жұмыс істейтін. Зауыт басшылығы банкаға қажет өнімдерді әр жерден тасып, кейде таба алмай, жұмысшылар бір кездері жұмыссыз қалатын. Айнұр ойлана келе, зауыт басшылығы мен келісімге отырып, көктемде 10 гектар жерді ақысын күзде төлеуге келісіп жалға алды. Адам салып қызанақ пен қияр еккізді. Күн түн демей өзі басында жүрді. Алла сатын салып егістік мол өнім берді. Әр күн сайын 10 тонналап қияр үзіп зауытқа тапсыратын. Өмірінде алғашқы рет мол пайдаға кенелді. Кезекті тапсырысын өткізіп, қолма-қол ақшаны санап тұрған кезде құдасы Алишер келіп қалды. Күйеуінің інісінің қызының қайынатасы. Құдағи, амансыз ба? Қалыңыз қалай? Ой, құда, мұнда қайдан жүрсіз? Шүкір, аманшылық. Өз жағдайыңыз жақсы ма? Біздің қыз қалай? Сізден кейінгі жер біздікі. Сол егістікке көз жүгіртуге келдім. Құдағи, сізге айтар бір өтінішім болып тұр. 4 ұлым барын білесіз. Бір ұлыма сіздердің қыздарыңызды жар еттік. Енді міне 2-ші ұлымды үйлентіремін бе десем, 3-ші ұлым да үйленемін деп табан тіреп отыр. Соған аздап қаражат жетпей тұрғаны, сол жағынан көмек көрсетіп, қарызға ақша бере тұрсаңыз. Жарайды құда, берейін. Қанша керек? 400 мың. 400 мың. Айнұр дәл сол жерде 400 мыңды құдасының қолына санап берді. Ақшаны алып, езуі 2 құлағына жетіп, артына қарамай шаба жөнелді. Сол тойда Айнұрдың өзі де сыйлы қонақтар қатарында отырды. Алдыңғы жолы айтқанымдай, Айнұр болашаққа деп еш қаражат жинаған емес. Күздің кіріп келер уақыты жақын, көкөністер бітіп жатыр. Тағы бір жинап алса, одан кейін мал жайылымына айналады. Айнұрдың кіші қызы сырқаттанып, күн өткен сайын ауруы асқына берді. Сараптама нәтижесі бойынша емі тек ота ғана. Отаны тек Алматы қаласында ғана жасайды. Айнұр Шымкенттен келіп, қонақ үйге орналасып, отаның ақысын төлеу үшін бір талай ақша керек. Ал Айнұрда ондай ақша жоқ. Қарызға ақша берген құдасынан еш хабар болмаған соң, үйіне іздеп өзі барды. Үйінде де жоқ, 2 рет барды, екеуінде де жоқ екенін хабарлап кері қайтарып жіберді. Олардың айдауына көнетін Айнұр осал жан емес. Ешкімге қарамай үйге баса көктеп кіріп, Алишердің теледидар тамашалап отырған жерінен үстінен түсті. Әй, мұның не? Мұна өзі қайтедей? Сен не, бұзақысың ба? Тез ақшамды қайтар. Қайтармасаң өз обалың өзіңе. Ескертпеді деме. Құдам екеніңе қарамаймын. Қайдағы ақша? Мен сеннен қашан ақша алып едім? Шық үйімнен. Құда, мұныңыз жарамайды. Кәне ақшамды қайтарыңыз, жай сөзге көніңіз. Алишердің 2 ұлы араға түсе бастады.
Әке, алған болсаңыз қайтарыңыз. Жағдайыңыз жетіп тұр ғой. Әке, біздің үйлі жайлы болып отырғанымыз осы кісінің арқасы болар. Беріңіз, әке. Ей, жүгермектер, сендер менің бұл қатыннан ақша алғанымды көздеріңмен көрдіңдер ме? Жоқ, жоқ. Олай болса араласпай тыныш тұрыңдар. Сен секілді еркектен садаға кетейін. Осы тұрған жеріңде мұрныңды бет қылар едім. Келіндеріңнің алдында абыройыңды төкпей ақ қояйын. Сен абырой не екенін маған үйретіп тұрсың ба? Абырой сенде бар ма өзі? Уыз ақшаны қандай жолмен тапқаныңды бәріміз білеміз. Бір еркек игере алмайтын 10 гектар жерді жалғыз өзің игеріп, мол ақшаға қалай қарық болып жатқаның да белгісіз. Саған кеткен сөзім зая. Мейлі, сол ақша саған садақа болсын. Сол ақшаны мына ұлдарың жаназаңа жаратсын. Ашуға бой алдырып, не айтқанын өзі де байқамай қалды шамасы. Бар ойы қызына ота жасату. Ақшаны қайдан табарын білмей есі кетті. Үйіне жеткен Айнұрды есік алдында алпамыс тосып тұр еді. Қолында қағазға оралған бір зат бар. Әпке, келдіңіз бе? Сізді күтіп тұр едім. Өтінемін, мынаны алыңызшы. Бұл не? Қызыңызға ота жасату үшін ақша таппай жатқаныңызды естідім. Мынау қанша жылдан бері бізге жасаған жақсылығыңыздың орнын толтыра алмасын білемін. Жоқ, олай айтпа. Өзің енді ғана аяққа тұрдың, балаларыңның қажетіне жарат. Бұл қыздарымның қалауы, өтінемін, алыңызшы. Айнұр жалына сұрап тұрған алпамыстың қолын кері қайтара алмады. Электрик, сварщик болып жұмыс деп жүрген алпамыстың табысы жақсы екенін білсе де, оның мұндай қомақты ақша ұсынарын еш күтпеген болатын. Дереу жолға аттанып, Алматы қаласында қызына ота жасатып, 10 күннің ішінде үйіне қайта оралды. Шаршап шалдыққан Айнұр шалқасынан түсіп жатқанда телефоны шырылдап маза бермеді. Телефон соғып жатқан қайнінісінің келіншегі. Қызының жағдайын сұрайтын болар деп ойлаған Айнұр күтпеген суық хабар естіді. Абысын, амансыз ба? Қыздар жақсы ма? Шүкір жақсы, өздеріңіз қалайсыздар, аманшылық па? Әлгі Алишер құда қаза болыпты. Қазір түсте жаназасын шығарады екен. Барасыз ба? Айнұрдың сол кезде құдасына айтқан сөздері есіне түсіп, жүрегі тоқтап қала жаздады. Тыңдап тұрсыз ба? Баратын болсаңыз бірге барайық. Жолдан шаршап келдім. Қызыма ота жасалғалы кеше ғана. Оның жанында болуым керек, өздерің барып қайта беріңдер. Жүйелі қарғыс жүйесін табады, жүйесіз қарғыс егесін табады деп бекер айтылмаса керек. Айнұр да сол қарғысты айтар кезде айтқаны келе саларын білді дейсіз бе? Сап-сау жүрген адамның ажалының неден келгенін білер жан жоқ. Әлде расында да бұл жесірдің ақысын жеп, қарғысын алғанның кесірінен бе? Ол жағы да бір Аллаға аян. Алишердің әйелі мен балалары Айнұрдың алдына келіп, кешірім сұрап жалынды. Ақшасын қайтарып бермекке ниеттенді. Маған сіздер қарыз емессіздер. Ақшаны алған марқұм жолдасыңыз. Енді ол кісі жоқ болған соң, оның қарызын төлеудің қажеті жоқ, алыңыз. Ұлдарыңыздың қызығына жаратыңыз. Айнұр сол кезде ашуға бой алдырып, ессіз айтқан сол бір қарғысы үшін әлі күнге дейін іштей күйінеді. Біреудің жарынан, перзенттерінің әкелерінен айырылғанына өзін кінәлі сезінеді. Осы жағдайдан кейін кімді ұрса да тек жақсылық тілейтін болды. Бай болғыр, бар болғыр деген секілді сөз тіркестерін қолдануды әдетке айландырды. Қарғыс алма, бата ал деген аталы сөз босқа айтылмаса керекті. Таспен ұрғанды аспен ұр демеуші ме еді? Ендеше біреуді қарғасаңыз да, жақсы сөз айтып қарғаңыз. Біреуге жақсылық жасасаңыз да, жамандық жасасаңыз да, жасаған ісіңіз өзіңізге қайта келерін ұмытпаңыз.